соны армандаудан. Одни страны богатые, другие бедные деген кітапта айтады ғой. Мексиканың және Американың шекаралас тұрған екі штатын алады да. Бір жақта Американың демократиясы, Американың заңдары, екінші жақта Мексиканың біздікі сияқты заңдары. Заң жазылған, бірақ орындалмайтын, иә. Сол кезде екі штат, енді ауа бір, су бір, арасында решетка ғана тұрды. Бірақ ана адамдардың өмірі, мына адамдардың өмірімен, мына жақта балалар мектепке бармайды, мына жақта денсаулық сақтау жоғарғы деңгейде, ол неге алып келеді? Ол саясатқа алып келеді ғой. Бізде мысалы приложение ойлап отқан адам, немесе бизнесін одан ары көбейткісі келетін, үлкейткісі келетін адам, ертең ода страх бар да, мен қазір қатты көбейіп кетсем, ертең менен тартып ала ма деген. Microsoft, мысалы, Билл Гейтс ондай страх ешқашан болған жоқ, өйткені ода қоғамы ондай мүмкіндік бермейді оған. Оған заңы, сен Болат Назарбаевтан келіп тұрсың